5 минут уақытыңыз кететін осындай керемет алма қосылған слойки дайындаймыз. Қайырлы күн баршаңызға. Осындай керемет слойки дайындау үшін менің рецептімді аяғына дейін көріп, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Құрамын описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен алмаларымызды аршып, ұсақтап 4 бұрыштап турап, үстінен қант, корицамызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын алдын ала шығарылып жібіп тұрған слоеный тестамызды 4 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін 4 бұрышты формаға жаямыз. Осылай қамырды жайып болғаннан кейін, шетінен осындай ұзынша етіп кесеміз. Ортасына салманы салып, осындай әдемі узор жасап өреміз. Жоғарғы жағы мен төмен жағын жақсылап бекітуді ұмытпаймыз. Алдын ала қағаз салынған формаға салып, бетін жұмыртқаның сарысымен әрлейміз. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіреміз. Дайын болған слойкамызды қант ұнтағымен және мята жапырақтармен әрлеп қоюға болады. Тез әрі оп-оңай жасалатын бұл слойкиміз өте дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жанар, назарларыңызға көп рахмет.